Өңірде 200-ден аса дәрігердің орны бос тұр. Облыс орталығынан шалғайдағы аудандарда да ақ желеңді маман тапшы. Жалпы тәжірибелік және балалар дәрігеріне сұраныс жоғары. Қарағи ауданына қарасты Бостан ауылында 2000-нан аса тұрғын бар. Ауыл халқы қаралатын маман жоқтығынан наразы. Амал жоқтан тіс дәрігеріне баруға тура келеді. Оразгүл Иманмәдиева көп жағдайда Ақтаудан жедел жәрдем шақыртатынын айтады. Стоматолог дәрігер болып келдім, о баста, бірақ ауылдық жерде керектісі жаңағы біреуінің басы ауырады, біреуінің іші ауырады, біреуінің давлениесі көтеріледі, біреу тағы сондай не болып жатады. Сондықтан соған байланысты мынандай кәдімгі терапевт, педиатрдың қызметін атқаруға тура келіп кетті. Енді дәрігерлер келеді, олар енді жасайды енді, бірақ көп тұрақтамайды. Енді көбісі қалаға кетеді. Мынау амбулаториямыз бар да, соның жұмыс жасайтын дәрігеріміз жоқ болып тұр қазір. Осыған дейінде өзі есалаңда болып жұмыс жасап жүрдік. Бір 5-6 жылдан бері бір дәрігер келіп осы жерде қызмет жасап еді. Ода енді үй бердік, жағдайын жасадық, үйін алды, өзі кетіп қалды енді. Ал енді қазір сол дәрігерсіз отырмыз. Болашақ елді мекенінде дәрігер атымен жоқ. Жаңаөзеннен 150 шақырым жердегі ауылда 700-дей тұрғын бар. Ауырған жағдайда науқастар қалаға сабылуға мәжбүр. Өзекті мәселемен облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы хабардар. Дәл қазір аймақта 228 дәрігер жетіспейді. Ақтаудың өзіндегі емдеу мекемелерінде 100-ден аса орын бос тұр. Тығырықтан шығудың бір жолы медицина қызметкерлерімен ұзақ мерзімді келісімшартқа отыру дейді сала басшылары. 150 миллион теңге жаңа тұрақтандыру медицина қызметкерлерін жаңа ұзақ уақыттық жаңа келісім шарт отыру. Мысалы 5 жылдан 10 жылға дейін деп ойластырып жатырмыз да енді. Мысалы сондайға үй береміз, бірақ сен кемінде 10 жыл бұл жерде қаласын деген сияқты. Жалпы қамтамасыз етілу көрсеткіші мысалы Астана, Алматы қаласында 56 болса, мысалы Маңғыстау облысында 26-та 5, 25-те 9. Содан ақ өзінің қаншалықты бізге кадр тапшылығын, қаншалықты қажеттілігін содан көруге болады. Жаңа аудандардың бәрін қарағанда 51 маман жетіспей тұр. Медицина мамандықтары үшін былтыр 157 грант бөлінген. Биыл тағы 175 жас түлектің жоғарғы оқу орнына түсуіне мүмкіндік берілмек. Олар диплом алған соң туған жеріне оралып қызмет көрсетуі тиіс. Сондай-ақ Ақтаудағы колледж ғимаратының бір бөлігі Ақтөбе мемлекеттік медицина университетінің филиалына айналды. Саладағы кадр тапшылығы 2026 жылға қарай шешімін табады дейді мамандар. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.